Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бұл видеода қытайша 1-ден 5-ке дейін санауды үйренетін боламыз. Ал кеттік, қараңыздар. Бір саны 1 деген таяқшамен көрсетіліп тұр. Оқылуы и бірінші тон. И бірінші тонмен оқисыздар. Ал енді 2 санын үйренейік. Қараңыздар, 2 таяқша тұр, оқуда өте ыңғайлы болады. Қасындағысы, сол жағындағысы бұл пинин, оң жағындағысы жақшаның ішінде бұл кириллицамен мен транскрипцияны көрсетіп тұрам. Енді қиын болған жерлерде. Ал мұнда қараңыздар, бұл ы деп оқылмайды. Е әріпі ы деп оқылмайды. Алдында бізде өте деген сөз болды. Х-ын, ол жерде ы деп оқыдық. Болашақ тағы да бір жерде бізде ы деген болды. Омен біз Бірақ мына жерде ы да емес, ы да емес, ар деп оқылады. Әрі қараңыздар, р қиғашынан тұр. Неге? Өйткені сіз білетін р әріпі емес. Қытай тілінде р деген дыбыс жоқ. Сол үшін қытайларға р деген дыбысты айту мүмкін емес. Ылы деп айтып өте қиналады. Ал енді қараңыздар, бұл дыбыс қандай дыбысқа ұқсайды? Р. Бұл ағылшын тіліндегі р дегенге ұқсайды. Мысалы, ағылшын тілінде не дейміз? You are a teacher. Мысалы, you are, сен мұғалімсің деген сөйлемде are деп айтамыз. Неге осындай ағылшынмен мысал келтіріп жатырмын? Өйткені көп деген адамдар аз да болса you are a teacher деген сөзді білуі мүмкін, сол үшін бір оңайлық болсын дегенім ғой. Are. Ал егер тілдің ұшы қай жерде тұрғанын байқап көріңіздер. Мысалы, бірінші өзіңіз білетін р әріпін айтыңыз. Р. Тілдің ұшы жоғарыда дірілдеп тұр, әрі таңдайыңызға тимейді. Көрдіңіз ба? Байқап көріңіз тілдің ұшын қай жерде тұрған. Ал енді мына р-ді айтқан кезде тілдің ұшы аздап артқа шегінеді, артқа тұрады. Тура солай таңдайға тимейсіздер, бірақ тілдің ұшы дірілдемейді. Бұл р деп оқылады. Тағы да естеріңізде болсын, ж деп оқымаңыздар. Бұл ж емес. Қытайша үйренетіндер кейбіреулер ж деп қате оқып қояды, ол дұрыс емес. Ж емес, бұл р. Енді оқылуы ар. Екінші тон ар. Екінші тон құлайды. Ар. Екі деген сан. Ал кеттік. 3 деген санды қараңыздар, өте оңай. С-а-ны. Сан. Бірінші тон сан. Таяқша саны да 3. Өте оңай ажыратып алуға болады. Сан. 3 саны. Өте оңай оқылады. Қараңыздар. Енді мұнау 4 саны. Қараңыздар, пинин көрсетіліп тұр, с пен ай тұр, ал жақшаның ішінде кириллицамен көрсетіп қойдым. Тек қана бірақ дыбыс тұр, бірақ әріп тұр, дауысты дыбыс қасында жоқ. Бізде алдында сенің атың кім деген сөйлемде ни чао шен ме мин ци деп айтатынбыз. Ци деген дыбыста, дауысты дыбысты мен ол жерде де қоймадым. Дызыны ғана қалдырдым. Неге? Өйткені қысыңқырап айттық. Ци деп. Мұнда да тура солай қысыңқырап сын айтасыздар. С. Қысыңқырап айтасыздар. С. Түсінікті ма? С емес, с емес, с. Қысыңқырап. С. Төмен қарай түсіресіз. С. Бұл 4-ші тон. С. 4 саны. С. Деп 4 саны айтамыз. С. Бұл 4 саны. Енді келесі 5 деген сан. Оқылуы жақшаның ішінде у деп тұр. Тура солай у деп оқисыздар. 3-ші тонмен. У. 3 саны. Ал енді барлық сандарды қайталап шығайық. Қараңыздар. И, ар, сан, сы, у. Осылай айттық. Ал енді тағы да қайталайық. И, ар, сан, сы, у. Тағы да. И, ар, сан, сы, у. Деп осылай Қытай тілінде 1-ден 5-ке дейін санай аласыздар. Әрине келесі сабақта 6-дан 10-ға дейін санауды үйренетін боламыз. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.